Бәрі искусственный газонда Европаға масқара боласыңдар ғой, не керегі бар осындай идея, мен түсінбеймін. Осыған дейін де КПЛ-дың талай маусым өткен ғой. Сонда ешкім бармақ басты, көзі қысты ұра берген ба? Ешкім айтпай, тып-тыныш, газет жазбай. Бірақ мен түсінбейтінім, сонда Ереке Тұран Қызылжар матчы да договордек бола ма бізде Қазақстанда? Григорий Константинұлы Бабаян осы матчтан кейін қызметінен кетуі тиіс деп ойлаймын өз басым. Бұл жеңістің арқасында енді қазір психологический подъем енді өте мықты болып тұр. Ордабасыда Торпедо Кутаисиді өте алмасақ мысалы. Неменеге қатысып отырмыз? Сен кімсің Торпедо Кутаисиді өте алмасам деп айтады мысалы. Армысыз құрметті көрермен, бұл Фон Тим YouTube арнасы және біз клубтар арасындағы әлем чемпионатының финалын айтамыз. Одан бөлек Қазақстан премьер-лигасындағы 16-шы турдағы ойындарды талқылаймыз. Қызыққа толы тур болды негізі. 16-шы турда бір үлкен жанжал болды. Тура сол жанжалға мен түсіп қалдым. Сол матчты жүргізіп отқан едім. Қызылжардың ойыны ма? Ешкімге айтпай жүргізіп отқан едім. Аяқ жағым бүкіл жерге тарап кетті. Кәдімгідей жанжал болып, төрешілерді жұмыстан шеттетіп жатыр. Соны айтамыз. Одан бөлек Ерсін Қазспорт телеарнасында Қазақстан футбол федерациясының президенті Марат Омаров саған сұхбат берді. Ол жақта да талқылайтын мәселелер бар. Қазақстан суперкубок УЕФА суперкубогын және конференция лигасының финалын қабылдауы мүмкін деген бір. Иә. Ол стадиондарға байланысты. Сен сенбей отырсыз ба? Адам күлкісін келтіресің. Челси жеңіс құтты болсын. Челсидің жеңісінен бастайық. Өзі Қазақстанда жалпы премьер-лиганың матчтарын өткізе алмай жатырмыз ғой, стадиондар жарамайды ғой жартысы. Ол қалай сендер конференция лигасы, суперкубок, бәрі искусственный газонда Европаға масқара боласыңдар ғой, ол не керегі бар осындай идея, мен түсінбеймін. Қай стадионыңа, қай жерде өткізбекшісің? Бірінші стадион салып алайық та, көрсетейік мінекей. Жоқ, бірінші мәселе стадионды салып көтеру. Қазақстанда өз премьер-лиганы ойнайтын стадион жоқ. Ана Атырау футбол клубы, мына Ұлытау футбол клубының стадиондарын қараңыздар. Ұлытау мына алаң жобасымен салынған стадион, әйтеуір, стадион болғанда. Жасыл алаң, мысалға да. Стадион деп айту қиын енді. Оны 60-шы жылдар салынған стадиондар. Ақжайықта стадион жоқ. Қай жерде қазір? Көп жерде стадион жоқ. Сөйтіп алып, бізде Қазақстанда бірінші проблема инфрақұрылым. Сөйтіп аламыз да біз тұрып алып Европа суперкубогын өткіземіз. Не масқара, адам күлкісін келтірмеу керек қой. Не деген нәрсе? Қостанайда Тобыл командасына сырт алаңдағы матчына Еврокубоктың клубтары мысалға келген сайын жалобы жазады. 5 жұлдызды қонақ үй жоқ Қостанайда. Әуежайы үнемі жетпейді. Полосасы жеткіліксіз. Ремонтқа жауап жасайды. Ақтаудағы қазір әуежай жабық тұр. Мысалға, қандай масқара, ол жанында тұрған бір 200 километр жерде әуежай да жоқ. 5 жұлдызды қонақ үйі бар, қала да жоқ. Сөйтіп алып Европа лигасының финалын қабылдаймыз. финалын қабылдаймыз деді, бірақ қашан екен айтпаған ғой. Сода сұрақ қойып тұр. Жоқ, жалпы мәселе, сіздің айтып жатқаныңыз дұрыс, бірақ ол Европа чемпионатына қатысты айтуға болады. Ал бұл жерде конференция лигасының финалы ғой. Бірақ матч, бір стадион. Енді Астана аренада қалай қабылдаймыз? Искусственный газонда. Астана аренадың алаңын табиғи болу керек болды, басқа вариант жоқ. Енді мен саған бір қалжың айтайын осы жерде. Кеше анау Малик Хасенов деген кісі бар ғой? Иә, концерт ұйымдастырады. Иә, Дженнифер Лопес әпшеміздің концертін ұйымдастырып жатқан. Сол кісінің бір интервьюін көріп қалдым. Сол газонды, қазіргі мына новый тұрған газонды құртпас үшін үстіне жабатын тағы да бірдеңе сатып алдық дейді. Жауып тастап тұр. Жауып тастайтын. Сол 1 миллион евро кетті дейді сол. Ойбай, бір ретке ма? 1 миллион доллар. Жоқ, сол қайта-қайта жауып тұрады ғой енді. Сондай шығар енді, бір ретке емес шығар. Енді ол газонның өзі 1 миллион доллар тұрмайды ғой деймін де ол. Соның үстін жабуға 1 миллион доллар кетеді. Осы күні кеше ғана көріп мен жағам ұстадым. Ол не деген логика? Дженнифер Лопестің концертінен қалай ақша таппақшы сонда? Ойбай, туристер келеді, ақша табамыз. Қазақстан инфрақұрылымын дамытамыз. Ақша түсетін шығар, табыс табатын шығар. 1 миллион несіне кетіп отыр ғой? Енді соны айтып отырмын ғой. Ол қалай ол логикаға сыймайды ғой. Өзі газонның өзі 150 миллион теңге 150 мың ақш доллар тұратын нәрсе ғой. Бірақ на конференция лигасының финалдары УЕФА суперкубогы Грузияда, Албанияда, жалпы Әзербайжанда, Бакуда болды. Қарсы емеспіз. Стадион соғып болғаннан кейін ғана айту керек сияқты ондай да. Міне Шымкенттегі стадион соғудың керек жоқ қой, бір матч қой ол. Астана аренада өтпейді ол бәрібір де. Онда Алматыны
жөндеп болады ғой, осы жөндейін деп 20 мың адам. Негізі былай ғой, стадиондарға қай қалада салынып отыр? Шымкент, болды. Қызылорда. Тоқта десе. Ол Қызылордадағы жарамайды ол. Үшінші категориялы стадион ол мүлде кемейді оған. Түркістан аренада кемейді. Төртінші категориялы Қазақстанда 2-ақ стадион бар. Негізі біреу-ақ, ол Астана арена. Қайраттікін осы алып қойды ғой өткен жыл негізі бір создыртты ғой, амал жоқ стадион Астана арена көшпенділер ойнап. Компромисске барды бірақ. Иә, ол енді бұрынғы президенттің арқасында. Енді қазір тұрда үшінші стадион салынса, Бозарық деген жердегі Шымкенттегі стадион. Соған күніміз қарайын деп тұр, сол стадион 4-ші категориялы болады, және 35 мың адамдық болады. Иә, Шымкентте конференция лигасының финалы өтсе, міне, ду қол шапалақ. Мен ризамын, барамын сол ойынға. 2019 жылы бірақ УЕФА суперкубогын өткізуге ниет білдірген Қазақстан және дауыс берудің финалына шығып Стамбулға Әйтеуір ниеттен басталады бар, ниет дұрыс болсын. Ниеттенейік. Ниет дұрыс па енді? Жүргізуші дұрыс істемей отырсың сен. Неко ниет? Қош келдің деп айтсай, арам біраз үзілістен кейін келіп отыр. Сенен бірінші келген Үзілістен кейін келіп отыр деп отыр. Үзіліс болды ғой арада. Сен үшін үзіліс болды ғой сол? Рахмет. Кеңейіп қалды да. Апай төс палуан кетіп мына жер кішкене мына жер. Кеңейіп қалды. Аяғымды қойып қойып мұны. Еще бүйтіп жаңа қолда дәу ебе дейсіз ғой өзі. Енді сценарий бойынша жүр деп отырсың ғой енді. Айтпаған. Сценарий бойынша. Челсиді айттың ба? Челси. Содан баста мақұл ғой. Дәл таптыңыз ғой. Челси чемпион болды. Бәрін біліп отырмын ғой, бәрін мен УЕФАда чатта барым ғой. Бүкіл пресс-секретарлар отырады, 52 пресс-секретар. Соның чатында барым мен. Түсінесің бе? Не болыпты? Чатта не болды? Хат жазады, бәрі өздерінің пікірлерін айтады. Осындай. Көрсетіңізші десем болмай қалар, ол мен айттым, Челси жеңіп қояды дедім ғой. Бір апта бұрын айтып қойдым осы. 3-0 есебімен талқандап тастады ғой. Ерсін ұялып отырғызсын ба енді бай? Кешірім сұраймын десей. Бір PlayStation'ге барғам түнде. Бір інішек келіп. Соның жартылай не екен? Фан бар екен, жартылай. Футбол көретін жер. Сен любой футбол көретін жерде фан бар дейсің ба енді? Иә. Айтпақшы, фан бар көшіп кетті ғой, Нәжімеденова 4 қазір жаңа. Соған айтсын деп бізге пастастау не деген, молодец. Сөйтіп Челси фанат ортада түсіп қалам да, қара бет болам ғой жерде бүйтіп PlayStation бір қолмен. Аналар біледі ғой мен Челсиді нететінді, Челси фанаттарды біле ма деп ойладым да. Сөйтіп видео түсірдім ғой, жаңа вспышка жанып қалады ғой сіздерге жіберген кезде. 0 секундтық видео ғой. Анау вспышка бәрі қарайды. Жарқ еткен найзағайдай болды деші. Сондай. Сөйтіп Челсидің фанаттары риза болдым кеше. Мықты қолдады. Еще өздерінің чаты бар, сол жерге жаңағы фотоларын жіберіп, викторина ойнатып, таза Челсиге байланысты. Фан бар толды ғой кәдімгі. 45-50 адам кәдімгі Челсидің фанаттары. Стэнфорд Бридж. Еще оянды Челсидің фанаттары негізі біліп алған ау. Трофей жеңіп жатыр қазір. Өте күшті ойын көрсетті ғой Челси кеше. Бүкіл тұрғыдан. Эмоционалдық тұрғыда шашақ бағын ғой, ПСЖ деген кәдімгі әбден. Физикалық тұрғыда да, моральдық тұрғыда да шашақ. Жалпы сол шашақ балды дегенге былай басқа пікір айтатын болса, мысалы ширек финалда Баварияны жеңді. Ол кезде шашаған жоқ. Жартылай финалда Реал Мадрид жеңіп тастады. 4-0 енді. Соны бірден өліп қойып отыр. Сол кезде де мысалы күші тасып тұрды. Сол бір матчқа келген кезде шашап қалды деп мен айта алмаймын да, өйткені 90 минут қана қалды ала жақта. Чемпионатта да болады мысалы Реал Мадрид, Барса біреуде бір алтта бәрі қылып жібереді ғой бір. Келесі тур бірақ гол ұрады. Меніңше осы Луис Энрике Челсиден мұндай ойын күткен жоқ. Бұл жерде Маресканы да мақтауымыз керек. Бұл жерде Челсидің мықтылығы деп. Анау жаңағы журналистер лигасында бір күндік жарыстар болады ғой, азаннан кешке шейін болатын жаңағы Амангелді Сейітханов Тескалу, Сейдахмет Бердіқұлов турнир деген. Ол жерде де договорен. Жоқ, анау топтан қиналып барып шығып, елдің бәрі біреуге ұтылып, сосын жаңағы 0-0 ойнап пенальтиден жеңіп, біреуге случайно бір гол ұрып кетіп, сөйтіп баратындар, солар жеңеді. Ал жаңағы бірінші келе салып жаңағы біреу 3-0, біреу 4-0 қылғандар төбе ештеңе жеңбей келеді ол. Футбол сәні сол ғой. Сәні сол. Ол ана эмоциялық тұрғыда шашақ қалу деген. Келесі матчқа уже эмоция қалмайды. Мотивация, рух кеудеден шығады. Команданың ортақ қимылы, соның барлығы соған байланысты ғой. Сөйтіп ойлаймын, 4-0-ден кейін сол дұрыс болмады. Мына жерде Олжас жоқ болса да, оның мнениясын білемін ғой, мен сеземін ғой, айтайын. Мен айта салайын. Мен айта салайын. Маркиньос бар ғой? Беделі бар ғой? Бірінші тайм 3-0 болады. Содан барады ғой аналарға. Жігіттер. Раздевалкада. Біз сынып тұрық.
раздевалканың есігі шымылдық сияқтандай чытыр-чытыр етіп тұрады. Иә, бүйтіп кірді. Жігіттер магнитпен жабысып тұрады. Бұл приколды қанша выпускқа дейін созайын деп жатсың? Прикол емес. Шынайы. Иә, сода кіргенде айтқан, жігіттер біз Мараны сындық. Анау Нуну Мендешің бітті, өлді. 3-0 жетеді. Дальше жай ойнай салайық, 45 минут. Құттықтаймын деп ерте. Маркиньос айтып жатыр. Барып Челси Лекс назар аудармай қой ол өз прикол өзінде. Маркиньос кіріп. Рис Джеймс дейікші негізі болғанда. Жоқ, Маркиньос Сен түсіндірейін, жатыр. Иә. Маркиньос 3-0 қадалған ғой бірінші тайм. Иә. Сосын Челсидің раздевалкасына кіргенде айтқан ғой, жігіттер, болдық, тындық, позор болмай қойық, 3-0 жетеді, әрі қарай жай просто доп теуіп қайтайық деп кеткен. Сөйтіп айтқан ғой, олар айтады екен. Сол кезде Делап душта болып естімей қалған. Делап естімей қалған. Сөйтіп ол ағаш қателескен. Ол бірақ өз сондай екен, ол ешнәрсе істей алмай қалды. Жоқ, негізі сіз анау договорнякты әшкерелейтін мамандығыңыз бар ғой, үшінші дипломыңыз. Енді Челсиді бәрі құттықтап жатыр. Мен комментарий жазып құтты болсын деп. Бірақ Челси хейтерлері ертең ерекен шындықты айтады. Бұл жерде негізі договорняк деп жатыр. Жоқ, ол Бұндай уровенде футбол ойнап отты ғой кеше көрдіңдер ғой. Футбол ойнап кәдімгі анау суық Палмер деген ұрып жатыр ғой. Тура бір-бірінен айнымайтын екі гол. Қайсысы екен білмей қалдық қой. Сол, ана Жоау Педро бетон гол ұрды дедім. Ол да қазір бабында жарқырап тұр. Челсидің ойыншылары жаңадан келіп жатыр, ауысып жатыр, жаңа футбол болып жатыр. Зор айтып отыршы, отыр. Ой, Каспийге жібере сал. Сөйтіп, сондай болып жатыр. Сондықтан ол нәтиже болатындығы белгіледі. Ал ПСЖ ол чемпиондар лигасын жеңген, ол эмоционалдық тұрғыда тойлаған, шаршаған, кешел әкілдетіп 4 гол ұрған Баварияны. Ұлттар лигасы бар ортасында. Ұлттар лигасы ана Нуну Мендеш деген бейшара одан обал болды. Қаншама трофей жеңіп отыр. Ұтылатынды жөні бар. ПСЖ командасы кеше жеңілгенде ПСЖ-ның бірде-бір фанатының бір тырнағы қисайған жоқ деп ойлаймын. Қоя берші дейсаған шығар енді. Клубный әлем чемпионаты деген бір атағы дардай болғанмен, ана Ауди Каптың мынау Каспийден келіп жатыр ғой. Тамаша. Челсидегі ғаламат команда екен ғой негізі. Санчес дейші, Санчес. Санчес деген ғой бұл. Мынау подкасттың үстінде отырып ақша тауып отырмын. Қандай командаларың бар айтыңдар. Бұл негізі Реал деген... Атырау қымбат болып кете ма? Атырау? Қымбат болып кетеді. Атырауды енді мақтауда қиын ғой. Бірақ енді дегенмен... Дидардан түседі сізге. Кеше Дидар Сыдықбек Арчибальдтың тойында 1 миллион теңге берді ма? Нейде? 25-ке дейін жетті ғой, 20 мың теңгеден 25 болса 500 мың ба? Беташарға тастады. 500 мың былай берген шығар сонда. Бәрін байқап тұрсың. Мынау... Жоқ, санатты ғой. Санатты. Не, тамада ортаға шақырып. Не дейді? Беташарда бит беретін болған ғой қазір. 20 мың теңгеліктерді битті да 1, 2, 3, 4, 5 деп. Бүкіл Атыраудың бюджеті, ойбай, Атыраудың деп өзі қалтасынан. Атыраудың бюджеті дейсің ба? Сөйдеп жатыр. Ол мен қайтадан үйленейін да онда. Тағы Тағы бір рет үйленіп, Дидарды шақырайын онда қонаққа. Дидар. Анау комментарий жазады, Алымжан Асқар қанша берген екен деп. Айтса енді қанша берді? Енді бізде сол шамада бердік енді. 20 мыңды бір рет. Бізде сол шамада бердік. Енді осы видеомыздың шығуына септігін тигізіп жатқан біздің фондағы достарымызға осы жерде рахмет айтып кетейік. Және мынау клубтар арасындағы әлем чемпионатының трансляциясын Қазақстанда қолжетімді болуына себепкер болған осы фондағы достарымыз. Сатып әперді деп айтсай шындығын болды. Бәрін айта береміз ба? Бүкіл шындық болып кетсін айтсай. Сосын бар ғой жаңағы КПЛ-дің туры болған жоқ болды. Соған дейін бір өтініш айтайыншы. Жоқ, жігіттер мынау контрактты отрабатывать ете салайын до конца. Фондағы достарымыз осы клубтар арасындағы әлем чемпионатының көрсетілімінің демеушісі болды. Біз сілтеме қалдырып кеттік. Кірсеңіздер, жаңа бонус беріп жатыр. Осы клубтар арасындағы әлем чемпионаты аяқталды. Жанкүйерлер бір бонус алып кішкене керемет. Ол әділ емес шығар. Жоқ, өте әділ бонус екен ғой бұл жолы. Мысалы, сіз қандай деп ойлайсыз? 200 мың теңге тігіп 200 мың аласың, сондай бонус деп ойлап отырсыз ғой? Бұл ондай емес екен. Бұл тіркелген үшін 10 мың береді екен. Енді сол клубтар арасындағы әлем чемпионатын қорытындылайық. Челси құтты болсын. 3-0 әлем чемпионы 4 жыл бойы мына жақта енді әлем чемпионы деген бел. Ең алғашқы әлем чемпионы осы. Жаңа форматтағы ең алғашқы. Жаңа форматтағы емес, жалпы мынау FIFA бұрынғы әлем чемпионаты жеңген атақ бар ғой. Соның бәрін сол континентальный чемпионатты жеңген деп өзгертіпті. Ресми түрде өткізіп па? Иә, құрылғы арқылы өзгерді. Енді алғашқы клубтар арасындағы әлем чемпионы Челси болып тұр. Просто задним числом өзгерте салды. Задним числом? Задний беріп жатыр.
Енді жігіттер 16-шы турдағы ойындарды талқылайық. Көп ойын болған жоқ, 5 матч өтті. Ұлытау мен Елімай ойнады ғой. Бірінші ойын Ұлытау мен Елімай арасында өтті. Есеп 1-1 болып аяқталды. Тең нәтиже тіркелді. Ереке, бір матчқа қатысты пікіріңізді айтып берсеңіз. Бұл жерде жел қатты болды. Біріншіден. Ойнау өте ыңғайсыз болды. Дегенмен Ұлытаудың футболшыларының көңіл күйі, ойынға деген мынау ниеті, жеңіске деген жігері сондай бір артығырақ, басымырақ болғанын мен байқадым. Мәзбаев келді ғой. Нұркен Мәзбаевтың бұл екінші матчы және алғашқы алған ұпайы, негізі 3 ұпай алайнақ деп тұрған матч еді, бірақ ойынның соңында пенальти. Мына жерде Одеррабая деген футболшы бос қақпаға гол ұрмады, негізі офсайд болмаған екен. Одан кейін осы ойыншылардың ішінде мынау жапониялық легионер Котаро Кишидің жаңағы керемет голын айта кетуіміз керек. Ол өте әдемі. Мен өткенде осы футболшы бізге ауысып келді деген кезде Инстаграмдағы бір видеоларын көрген кезде осыған ұқсас голдарын көргем. Осы ойынды көріп отыр, мынау қазір осы жерден теуіп жібереді қазір деп отырғам. Тура сөйтіп қараңыздаршы, европалық стиль екі адамнан өтті де, Арен Роббен таза гол ұрды. Бірінші жапониялық футболшы Қазақстан премьер-лигасында гол құтты болсын дейміз, және Ұлытау командасына маңызды 3 ұпайды алып берейін деп тұрған еді, бірақ ойынның 85-ші минуттары болу керек. Төреші қай жерден алғандығы түсініксіз, маған бейне қайталауын да көре алмадық. Оның үстіне прижатый өз денесіне жабысып тұрған қолына тиген дейді. Сөйтіп пенальти беріп жіберді. Қақпа маңындағы ракурстан көрсеткенде қолға тиген байқалды. Білмеймін, мен көрмедім әйтеуір. Сол трансляцияның кезінде көрген жоқпын. Одан кейін осы матчтан кейін мен Талғат Маруалы Байсуфиновпен сөйлестім. Сіз көрдіңіз бе, пенальти болды ма десем? Білмеймін, повторы да жоқ, түгі де жоқ. Оны қаяқтан көремін. Не үшін VAR қаралмады деген сұрақ туындап тұрды. Қараңыз, мына 84-38-де ысқырық шалынды. Қазір 85-20-да, яғни 40 секундтан кейін гол соғылады. Бар болғаны 40 секунд. VAR қаралған жоқ. Андақтағылар уверен айтқан шығар видео помощниктары. Уверен ол қарап үлгермейді де ғой 40 секунд. Негізі сенің сөзің дұрыс, 85-ші минуттағы нәрсені ойын тағы да шешіліп тұр ғой, мына жақта есеп 1-0. Ұлытау жеңілдеп тұр. Матчтың соңғы 5 минут қана қалып тұр. Бірақ кез келген оқиғаны қарау керек қой ондай кезде. Өтте лезде көз ашымғанша тіпті мынау режиссерлар қайталау беріп үлгермеді. Кейін барып қайталауды 2-3 минуттан кейін бірақ көрсетті. Осы турда көп пенальти болды. Көп пенальти болды. Және ол пенальти дау-дамайға толы болды. Негізі мен сіздерге айтайын, осы матчтың алдында менде бір информация болды. Осы кездесудің төрешісі жалпы пенальти береді, Елімайды алға жетелейді деген бір әңгімелер болған. Енді матчтан кейін ондай әңгіме тоқтады, байқадыңыздар. Есеп 1-1 болып қалды ғой. Ал негізі Елімай өзі мүмкіндіктерін голға айналдыра алмады, сала алмады. Ғалымжан Кенжебек шықты өте. Оны неге ол екінші таймда шығарды, кеш шығарды түсінбедім. Қатты ойнайтын футболшыны бірден негізгі құрамға қойса болатын еді. Елімай командасының енді бар ойыны болды ғой. Мәселесі бұл енді бас бапкерге байланысты деп ойлаймын. Андрей Карповичтің қызметтен кетуі жақындай жатқан сияқты мен ойымша. Өйткені мынандай составпен, негізі мынандай легионермен бір жерге бару керек, бір жерге бару. Мынау Котаро Киши дегендер ғой, сол мынау не мағына жаңағы қуанғанда мынау не? Енді көп қой, тыныштық бірдеңке, естімеймін ештеңкені деген сияқты нәрсе шығар. Киши туралы ешкім сынамайды ғой. Киши туралы қоса өтейінші. Мына жалпы Ұлытау чемпионаттағы ең аз гол соғатын команда ғой. Қорғанысында ойын жаман емес деп айтуға келеді. Көп ойындардан 1-1, 0-0 деген сияқты есептер көп тіркелетін еді. Қазір мына Киши келіп, Ұлытауда қазір шабуылда Райнца істейтін ойыншы бар. Қосылған сияқты табылды. Және Ұлытаудың жалпы осы матчтағы ойыны керемет болды. Мысалы мынау кезде 93-ші минутта жалпы құдай сақтап қалды ғой Елімайды. Әйтпесе Ұлытау соққы қақпа маңдайшасына тиді. Кейін барып доп қақпаның сызығының сәл былай 15-20 сантиметр ғана. Қақпашы тосты оны? Жоқ, маңдайшаға тиді. Қақпашы да қайтырды ойынды өсіп, қазір қайтты. Мына қараңыз, маңдайшаға тиді бұл жүрді. Сөйтіп, былай кері серпілді. Тағы бір ракурс бар, қақпашы қайтарғанын көріп кеше. Офсайд дейді оны жерде еще. Анау қалған футболшы офсайд. Бірақ бұл жерде де офсайд нақты емес. Бұл Даниэль Мәуленов Жетісай командасынан ауысып келген айта кетуіміз керек. Өзі премьер-лигада бірінші рет ойнап отыр. Дебюті ойдың шамасы. Өйткені ол осыған дейін енді еңбегі бар. Талай командаларда ойнады, Қыранды ойнады. Осы Мақтарал, Жетісай, сол жақтың командаларының бәрінде ойнап келді. Енді мінекей Ұлытау. Фамилиясы Мәулен, Мәуленов.
Мәулен Сырбай Мәулен бар негізі. Жоқ, бұл жалпы туыстық ешқандай қатысым жоқ, бірден айта кетейін. Ертең анау мынау комментарийде жазылып кетіп қалып жүрмесін әйтеуір. Енді Ұлытау командасының бас бапкерін енді Нұркен Мәзбаевты да құттықтау болады. Алғашқы ұпай дегенмен енді жеңісте өте жақын қолда тұрған еді. Өте жақын болды жеңіске. Қақпашы қайтарып отыр ма деп ойладым осы жерде. Екіншісінде қақпашы негізі қақпашы қайтармай гол болғанда, мынау добиванияда офсайд болмауы да мүмкін еді. Вар қаралып кейін барып 50-50 жағдай болды. Жалпы Нұркен Мазбаевтың ойыны маған өте қатты ұнады. Командасының ойыны керемет. Және алдағы ойындарда жақсы нәтиже көрсетеді. Бұл матчта әсіресе кешенге жаңа ғанау дисквалификация алып кетті өткендегі Кейлер. Ол да жоқ, оны біз есептеуіміз керек. Одан кейін Тұран Қызылжар матчы, Әлімжан Асқар жүргізген матчтың бәрі былықпен бітеді, білесіздер. Сондай. Енді мен бұны Қазақстан футбол федерациясының YouTube арнасында жүргізіп отырдым. Сосын ана былықты көріп отқанда кішкене бір айттың ба? Айтпай тілім тістеп қалайын ба дедім да, бірақ мынандай жағдай көріп отқан кезде енді біздің мамандығымыз айту ғой. Айта алмасақ не үшін жүрміз дедім да. Бәрін сол эфирде айтып тастадым. Мынандай пенальти қойылмау керек, бұл масқара. Бұл ойын жалпы өте күмәнді деп. Сөйтіп едім, Қазақстан футбол федерациясының өзі де кейін ресми мәлімдеме шығарып, тура солай хабарлады. Сондықтан бұл жерде бір әңгіме айтып отырмыз. Өте күмәнді ойын болды. Бірақ мен түсінбейтінім, сонда Ереке, Тұран Қызылжар матчы да договордық бола ма бізде Қазақстанда? Енді көріп отырсың ғой. Көз алдында болып отыр. Бұл жерде әлде адами фактор ма төрешінің? Бұл жерде шатасуы, біліксіздігі ма? Бізде мағынаны түсінуіміз керек қой. Командалардың әрқайсысының мүдделері әртүрлі болады. Осы алаңда жүрген командаларға қатысы жоқ командалардың да мүддесі болатын. Біз ескере кетуіміз керек. Мысалы да, көп жылдар болды. Мынау енді не масқара енді. Мынау өзінің қолына тиіп тұр ғой. Соны кеше мынандай қызық болды. Уәлихан Қосанбай екеуміз бір жерде шай ішіп отқанбыз ғой. Енді мынау пенальти ғой дейді Уәлихан. Сөйтсем, анау қарадағы футболшы ол шабуылдап атқан адам деймін ғой. Сөйтсем ол қорғаушы екен деп түсініп жүрген ғой. Рас олай Кумашевты ойлап қалыпты деп ойлайсыз ба мысалы? Сонда матч алдында қызық болды ғой. Аслан Дарабаев Тұранға ауысып, шатасып кетіп Қызылжардың кругына барғанын көрдіңіздер ма? Тура ойын алдында Қызылжар Найоктың көзі шығып кеткен ғой. Кетсе ары қарай деді ма? Былай деп сөйтіп Аслан Дарабаев кетіп Тұранға қосылды. Тура сол сияқты төреші де бұл жерде қолмен ойнады деп, Тұран ойыншысы ойнады деп пенальти. Бірақ түсініксіз өте қате шешім, әрине пенальти қоятындай жағдай емес еді. Жейдесінен сәл тартты деп соны ойлаған ғой. Адами фактор ма, білім жетпей ма деп сен сұрақ қойып отырсың. Менің ойымша бәрі жетіп тұр. Бұл жерде таза договорняк деп ойлаймын. Өйткені қазір айта салайын, жалпы тура жаңағы алдағы матчтағыдай эпизод 85-ші минут, есеп 1-1, аса маңызды сәт, сенде артында вар тұр. Төреші тұрады да ысқырық шалып бірден пенальти нүктеге қояды, және ойланбайды. Тіпті құлағына бүйтіп әшейін бүйтіп бір 15 секунд я деп тыңдаған да жоқ. Бірден футболшылардың бәрін айбалының сыртына шығарып, допты нүктеге қойып, тез теп деген сияқты нұсқау береді. Вардағылар неге қорқады соны шақыруға негізі? Білмеймін, екеуі енді тілі бай жауапкершілік қой онда. Ауыз жаласқан деген сияқты. 85-ші минут сен төрешінің пенальти қойған кезде 1% күдік болса да шақыра салшы варға. Жоқ, варға шақырғанда варға келеді. Шыққан соң өткендегі кафеге барамыз деп бүйтіп сөйлессе болады. Вардағы запистер шығарса. Вардағы әңгіме жазылады ғой. Иә. Ана жерде естіледі. Варға мониторға барған кезде қасында қаншама адам тұрады. Оның бәрі естіледі. Сондай әңгімелерді сыртқа шығармас үшін негізі уверен болсын, солай бере салады. Сөйлеспей-ақ қояды ғой негізі. Бірақ енді сөйтіп сөйлеспей ақ екеуі де жұмыстан айырылды. Мынандай жағдайда қалай уверенді болсын? Өте күмәнді пенальти қойылып тұр. Бұл жерде бас төреші де өте қатты қателесіп тұр. Бірақ бас төреші ол динамикада, мысалы жейдесін тартқан сәт бар ғой, 1 секундтық. 1 секундтық тарт. Ол динамикада оған солай көрініп қалуы мүмкін. Варда Чеховский отыр. Сонда ода сомнение жоқ па, сондай жігіттер 85-ші минут, есеп 1-1, қазір пенальти, ол 3 ұпай қарсы. Бірге кетіп отыр. Ауыз жаласып отыр ғой онда. Иә, әрине. Сыбайлас. Ауыз жаласып отыр деген жаман естіледі екен Кучемпе мырза. Негізі не ғой? Сен мен шын Кучемпеға ұқсатып отырсың ба әлде? Ұқсатып отыр. Салсайшы. Мазақтап отыр. Негізі ше, бұрын деймін да, осылай біз енді қазір төрешілерді кішкене тартынады деп ойлаймын. Әр тур сайын мына жақта талқылап жатсыздар, айтып жатсыздар, басқалар да айтып жатыр, жұмыстан шығып жатыр. Осыған дейін де КПЛ-дың
талай маусым өткен ғой. Сонда ешкім бармақ басты, көзі қысты ұра берген ба? Ешкім айтпай, тып-тыныш, газет жазбай. Жоқ, мынау енді биылғы чемпионаттың мынау қазір жартысына келдік қой, 16-шы тур болып жатыр. Соның өзінде масқара көп оқиға болып кетті. Енді Қазақстан чемпионатында бір 4-5 төрешіліктің жаңағындай таза көзге көрініп тұратын. Таза деген уже любой трибунада отырған жанкүйер түсініп қоятындай жағдайы, ол 5-6 болатын енді. Әр чемпионатта енді ол Италияда да болып тұрады, Испанияда да болып тұрады ғой, енді бір кейде қателесіп біз енді таза болады ғой. Биыл осы Қазақстан чемпионатының жартысына жетпей біз уже 10-ға кетіп қалдық қой, уже 13-ні. Өткенде Ербол Еділов өзінің телеграм арнасында топ 5 дегенді жариялап қойды мысалға. Топ 5 төрешіліктің қателігі. Бұл уже қазір топ 5-інде топ 20 деген не жасасаң болады. Әлімжан соққы YouTube арнасында мысалға да топ 20 қателік 16 турдың өзінде 17 қателік болып кетті уже. Сондықтан өкінішке қарай 15 қателік сыймай қалды. Жоқ, бұл жерде футбол федерациясы мысалы екеуін де шеттетіп тастады маусым соңына дейін. Футбол федерациясы да күресіп жатыр ма? Жалпы күресіп жатыр ғой. Кеше сұхбатта айтты ғой президент. Ол жерде демек бұл клубтар арасындағы мүдделер қақтығысы, бұл кландар арасындағы қақтығыс футбол федерациясы күресіп жатыр. Бірақ ертең кім төреші болады? 10 адам қалды ғой қазір. Қаштыру деген кісі бар ғой жаңа, сол бәрін қарайды шығып төрелік ете ма? Ол шетелден адам алып келем деп отыр ғой енді. Португалиядан алып келетін шығар, Ресейдің ФНЛ-нен адамдар алып келетін шығар. Бізде сонда не төреші де жоқ, не футболшы да жоқ. Ол проблема емес, табылады төреші. Табыла ма? Просто анау қысым болмаса болды. Жоқ, енді қараңыз, мысалға Тимур Кумашев, Чеховский деген төрешілерді мен өзі былай жекеде танимын ол кісі. Бақ-лигада жүрді ғой, айтыңызшы. Олар негізі әжептәуір жақсы деңгейдегі төрешілер. Негіз бар ғой. Мына адам құсап жүргізіңдер, осы ойынды әділ болсын, біз қарап отырамыз десең, әділ жүргізіп береді олар. Күшті вообще. Футболшылар да риза болып қол алысып, күшті жүргізіңіз деп кетеді негізі. Ештеңе болмаса, біреу звондамаса, сырттан күш болмаса, демек проблеманың, мәселенің түбірі ол төрешілерде де емес, мен саған айтайын. Соларды вынуждать етіп отыр ғой. Мен кеше өзім Инстаграмда айтып отырмын ғой. Олардың артында тұр адамдар. Солар кінәлі. Соларды табыңдар, пожалуйста. Соларды іздеңдер. Ереке енді төрешілер енді Қызылжардың басшылығымен де сөйлестім. Бәрімен, футболшылармен де. Бізге ол 3 ұпай нафиг те керек жоқ дейді. Чемпион болайын деп жатқан команда емес біз. Мысалға Қызылжардың не кінәсі бар? Қызылжар қазір нақақтан-нақақ тергеуге ілініп жатыр да. Сендер сатып алдыңдар ма деп қазір федерация солардың. Қызылжардың түк қатысы жоқ мынаған, мен саған айтайын. Маусым соңы емес, апасы соңы емес. Не қылады оны? Жоқ, мысалы төрешілердің айлығын 2 есе көтерген екен қазір. Бұрын қанша алды? Бұрын сол тұр ғой, сол кей 800 мың теңгеге көтерілді ғой өткен жылы. Сол кей тұр. Боковой 300 мың алады. Өмірдегі ең мықты жұмыс төрешіліктің ішінде осы боковой болды. Боковой 300 мың алады. 300 мың. Ешқандай саяси шешім қабылдамайсың, болды офсайдқа. Главный судья 800 мың. жоқ, соны енді 2 есе көтеріп отыр ғой. 1,6 миллион ғой онда. Иә. Кім айтты деймін, ондай көтерілген жоқ деймін. Ерсінге сұхбатта айтты ғой, X2 дейді ғой. Сөйтіп айтты, X2 көтерілген. Қашаннан бері ол? Осы келгеннен кейін енді 6 ай болды, сол кезде айтты. Білмеймін, 1 миллион 600 алған төреші. Былтыр айлық қанша болды? 800 мың алатын. 800. Оның алдында 400 мың алатын төрешілер. Былтыр ма? Иә. Оны кеп 800 болды. Енді миллион алдыңғы маусымда. Өткен жылы 800 мыңнан алып келді ғой бәрі. Өткен жылы 800 мың алды ма? Айына бір 2 миллион алып тұрмайды. Біз 15 мыңға жүргізіп отырмыз. 5 миллион драма? Жоқ, бұл жерде мынандай мәселе бар. Бұл сайт жатсыз ғой, төбесінде артында адамдар тұрды. Нақты Тұран Қызылжар матчы. Маған договорняк сияқты. Енді 99% мен договорняк деп айта аламын. 1% өзінің бір біліксіздігіне беріп отырмын. Сен договорняк деп ойлайсың. Жоқ, мен былай ойлаймын. Мен де жан-жақтан информациясы, мен анау пендесің ғой, былай ойлаймын. Бұл жерде Қызылжардың жеңісіне... Пенде деп ойламаппын мен ше. Қызылжардың жеңісіне бірдеңе мүмкін тігілген шығар. Мүмкін. Мен тіктім. Бірақ енді 5 мың теңгеге бола. Жоқ, Бексе айтты өз ойын. Енді анықтайықшы, кімнің мүддесі бұл жерде? Білмейсің ғой. Мотив қайда, мотив? Білмейсің ғой. Сен айтсай. Мен білмей тұрмын болса, білмеген соң сұрап отырмын ғой. А сіз өмірі жақындатасыз да, Ақбөлесті бұл сериалға түсіп жүр ғой, білмейді ғой. Оңға кетіп қаласыз. Мен де білмеймін енді. Не айтамын енді? Қазір айтамаймын ештеңе. Қазақ футболы кланға бөлініп кетті деп отырсыз. Иә. Қандай кландар? Сіз қай кландасыз? Жоқ, бұл кісі кланда емеспін деп сұхбат берді. Қандай кландар бар? Саян Хамитжановтың кланы ма? Сол төртеудің бірі. Әрине. Қайрат Боранбаевтың командасын клан деп айтуға болады ма? Әрине. Клан, иә ол? Әрине, олар да бөлек адамдар ғой енді.
Асқар Уранхаев семейде мысалға. Үшеу. Ұлықбек Асанбаев па? Пожалуйста. Төртеу. Ұлықбек Асанбаев бөлек клан емес ау деймін негізі. Кім бар сосын, Сөйтіп бөлінеді ғой Арман әркім өз. Міне Арман Пірмановты да осы кезінде істеді ғой ол да Шымкентте орындады. Жоқ, онда клан деген мүше бір топтың клан деген сен жаман ойлап Иә, обязательно жаман емес қой. Мысалы Қайрат Боранбаевты не жамандық көрді? Мен айтамын ғой. Асқар Уранхаев, Саян Хамиджанов, Қайрат Боранбаев деген сияқты, Әділет Барменқұлов сияқты ірі деңгейдегі осы қазақ футболына билігі жүретін адамдар бірігіп отырып дастархандас болып, бауыр болып, шай ішіп, осындай болған кезде ғана қазақ сонда футболы. күшті договорняк болды. Қазақ футболы сонда ғана дамуы мүмкін. Олар басында келісті ғой, мысалға да. Осындай бәрі қояқ, таза ойнайық, елден ұят анау деген. Болды кезінде осындай әңгіме. Кейін ол шашырап кетті. Жан-жаққа бөлініп кетті. Заман өзгерді. 400-дің басын қосамай отырмыз ғой. Соқта сіздер де бір клансыздар. Мен клан дегенге көзіме андай бір бандиттер елестейді. Бүгін сен атыс шабыс дейсің ғой. Ондай емес енді, ондай емес. Жоқ, сен клансың, ратушаң ойнайды. Кеше мысалға мен бұл әңгімені енді дәлел ретінде айтайын. Телеграм арна бар ғой, серый кардинал Асқат Қалжанов жүргізетін. Соның ішінде тұр ғой осы сауалнамасы бәрі. Кімдер влиятельный адамдар деген секілді. Осы Қазақстандағы топ 10 адам шығарып қойғанда, ішінде бәрі тұр. Ол енді ашық ақпарат көзі. Біз соны қарап айтып отырық деп есептеңіздер мысалға да. Сонда Европада да бір мысалы Флорентино Перес деген бір клан ғой. Конечно, ірі клан, между прочим. Мына плейді баш. Мына голды көрейік. Ғаламат гол ғой, не деген гол? Енді сіздерге айтайын. Ғаламат дегенде масқара гол сияқты. Иә, сол. Сіздерге айтайын бұл жерде. Тұранның ресми парақшасында 2-1 деп жазып қойса, соның бір комментарийінде Қызылжар бірінші голды Ихан жақтан салды ғой. Ихан жақтан. Ихан деген сол Түркістанның шетіндегі ауыл. Сөйтіп жазып қойды. Ихан жақтан действительно. Соны бір жігіт айтады, бұл біздің Түркістанның адамдары өте мәдениетті, жаңағыдай діни қала ғой енді, қанша дегенмен. Ана төрешіні басқа жақтан неше түрлі орысша сөздермен боқтайды ғой енді. Бұл кісілер жай қақпада тұрған гош. Жоқ, мысалы ше, матч өткен, судья 3-2, позор, масқара, төреші, позор деп айтады. Просто нам нужна только победа деп қой. Енді басқа қалаға барсаң, мынандай төрешіліктен кейін ойбой. Жоқ, бірақ бұл мынау енді мысалға да Ақтөбе болса да, анау Қызылжар болып, осындай пенальтиден гол ұрып, Ақтөбені жеңсе, мен түсінбеймін не болатын анау Қобыланды Батыр стадионында. Анау төрешілер Ақтөбе қаласынан шығамай қалатын еді деп ойлаймын енді бар ғой. Не только ол бір жылға шетелде. Түркістандықтарға сабырлық берген ғой. Жолы да бірақ Тимур Кумаш бастаған команда дереу кетіп қалды. Түркістанның жігіттері имам екен деген бар еді. Сол сияқты ғой, мәдениетті, сабырлы сондай. Енді футболда енді келіп жатыр бұл жаққа қалыптасып. Бірақ жаңағы гол, Бексұлтан, жаңағы голды түсіндіріп кетейік футболи тұрғыдан. Қақпашы ворота жоғалтып алды ғой негізі. Қолын тартып қалды ма? Бірінші сұрақта бұл жерде кетіп баратыр деп ойлап қалды да. Евгений Гошев деген Тұранда не істеп жүр деген сұрақ қой бұл жерде. Қаяқтан тауып алады деймін де. Қақпада не істеп тұр жалпы? Қақпаны жоғалтып тұрған? Иә. Ресейден. Жалпы қақпашы деген Ресейден деймін. Жоқ, қақпашы деген позиция ең андай Қазақстанда қолжетімді ғой. Көп қой қақпашылар. Бірінші лигадан келген қақпашыны таңдап алсаң. Түркістанда бар негіз. Бар ғой қақпашылар тұратын. Бексұлтан, Қайрақбай деген біреулер бар ғой. 14 команда болса, соның 10-ында қазақстандық ойыншылар. Дегендер лимиті кезінде, бұрында үнемі қақпашылар қазақстандық еді. Өйткені орталық жартылай қорғаушы, шабуылшы деген позицияларға енді легендер тығатын еді. Ал енді қақпашы Қазақстан тұра берсін. Андай разница қатты жоқ. Патологын айтайын ба соны? Мынау Евгений Гошев деген Тюмень деген командадан келген ғой, ФНЛ-дан. Бір құдай білет, мынау Тұран қазір біз агенттермен жұмыс істемейміз деп шықты ғой енді. Ұлықбек Асанбаевтың қызметінен бас тартып, агентсіз футболшыларды қатарына қосып жатыр. Айғайдам. Мұнан қаяқтан доғығанын білмеймін де. Неде лигада ойнамаған ба? Тюменьнен, енді сол қызығына келе жатырмын. Тюменьде бұл кісі екінші қақпашы болған ғой. Конкуренцияны Довгаль ұтылып қалған ғой қазақстандық қақпашыға. Тюменьде сонда негізгі қақпашы Александр Довгаль. Кезінде Қызылжарда ойнаған. Довгань дегенді естігем. Футзалда. Александр Довгаль, қазақстандық қақпашы Тюменьде ойнап жатыр, негізгі қақпашы. Бұл соның дублері. Келіп, Тұранда ойнап жүр. Негізгі қақпашы дейсің. Қақпашы емес, басқа футболшыларға да айтуға болады ондайларды. Осы Тұранда ше? Қайдағы жоқ футболшылар. Дарабаев
мықты тұрады. жоқ қайдағы жоқ футболшылар дегенмен иә міне келгендердің ішінде Аслан Дарабаев енді деген бәрі емес енді бірден- бірақ Капитан болып кетті. бірден команда капитаны болды және тұрандағы атмосфераны Дарабаев қатты өзгертіп жіберді. селекцияны мықтырақ істеуге болатын еді дегенім ғой. енді Аслан мына жерде бас бапкерден бір 2-3 жас кіші ғой енді. Негізі Тоқтар Жаңғылышбайға ырзамын. Жарқ ете қалады сезонның бір сондай жүздесінде. бар да, Содан таппайсың ғой Тоқтар, қайда жоқ жүр? өткен тұрамақ қалды, дисквал болды, бұл да сөйтіп қызыл қағаз алып кетті дегендей. Бұл да 85-ші минутта келісе алғандай. Тура сондай. Мана формалар ұнайды қызыл. 85-ші минут 20-20 секунд. жоқ бірақ сіздер Дизайнер ағам ба бұл жақ сондай? сол ана тобылдағы Жоқ, Алмат дизайн қой, Алмат командасы деген келді. жігіт, молодец сол істеп отыр. Неші былай алтын жалатылғаны бір түрлі емес па сол чемпион болған команда бар дейді. Қазақстан кубогын жеңейін деп жатыр ғой енді биыл. План ғой алдын ала. ертерек па ой бұл келесі жылда формасы екен ғой деп па. Соны жаңа ордабасымен келісе алмай жатыр ғой шамасы, бермей жатыр деді ғой. Абай футболда көруге бола ма? Жоқ, жалпы кешегі осы турда мен риза болып рахаттанып ләззат алған бір ғана матч болды, ол Тобыл мен Оқжетпес арасындағы матч. Келсем. Таза футбол ойнады ғой енді. Ағылшын премьер лигасы Астон Вилла мен Кристал Пэлас ойнап жатты ғой кәдімгіше. Не деген голдар, анау Оқжетпес те қайтпайды қойшы, ләкілдейді де тұрады, шабылдайды да тұрады. Анау Дамир Марат деген адам жүрегін қорқытып өлтірді. Пенальти, нормальный пенальти мынау негізі. таза. Алиюн деген мініп алды үстіне, өзі 2 метр бойы бар. Жоқ, берді, тепті, салды, оған Тобылда шағымданған жоқ. Иә. Ойнады ғой, бірінші тайм еді. Мына жерде Ислам Чесноков офсайдта болды дейді, негізі офсайдта болмаған сияқты, бірақ бәрі кірмеді енді ол. Әдемі момент еді. Мына Дамир Марат деген былайынан пас беріп жатты, Дәурен Жұмат екеуі. Шынтақ қосқан ғой мына. Папа Алиюн келгенде таңғалған мен ол. Действительно футболист па деп, баскетбол емес па деп ойладым. Марат Достаев екеуі самолетке бірге мінген кезде қорықты ғой Марат, не болып кетті. Алиев да қорықты ма? Сондай бірдеңе болып кетті. Қостанай анау суперкубокқа барып қой. Енді пенальти болды, Дәурен Жұмат тарс дегізді, оны тамаша гол. Мүслим екеуі топырлатып гол ұрып жатыр. Тараздың ойындарын көрсіз ме бірінші лигада? Мүслим Жұмат деген гол ұрып жатыр. Содан енді мынау бір досым бар еді. Орысша дұрыс сөйлемейді енді бәріміз сияқты, бірақ енді камбэк дегенге менің тілім келеді де, оның тілі келмейді де кішкене. Камбэкті кембек дейді. Қазақша. Кембек? Кембек деген. Кейін айтамын. Сол кембектің иісі шыға бастады мына жерде. Екінші таймда Тобыл командасы енді қатты ойнады. Масқара шабуылдар. кембек жасап отыр ғой. Иә, масқара шабуылдар болды. Керемет, мынау гол деп ойлап қалдық басында, сөйтіп кірмеген екен. Бұл Жаслан Жұмаштың өзі. Негізі Сборный қалады мына. айтсана гол соғылса хет-трик болып кетеді. битті ғой. Иә. Шақыр деді ғой. Онда сондашы, WhatsApp-қа деді. Негізі Али Алиев көріп жүреді екен, шамасы келгенше бүкіл матчтарға барады екен. Иә, Елдос қарайды Ахметов. Ол жағынан әңгіме жоқ қазіргі Жоқ, былтыр ғана енді қосалып Жоқ, әр КПЛ-дың турынан кейін бапкерлік штаб жиналады да есептейді ғой. Жұмашев 85 ойын, 2 гол, 1 ассист. Жагоров 67 минут, полезный действий бірдеңке, 8-де 4 деген баға қойдым дейді. Сөйтіп есептейді ғой бәрін. Әдемі. Бір рет сондай жиналысқа кіріп кетіп мен де отырғанмын кезінде. Міне қақпашы деген мәселе, Оқжетпес төлеп берген ба қақпашы? Иә, Қажымұқан. Молодец, тапты, нормально. Жақсы. Нұрдәулетов келді енді, вообще күшейеді деп ойлаймын бұл команда. Мынау енді Тобылдың ойыны менің ойымша бар ғой, биыл осы КПЛ-дегі ең әдемі ойындардың бірі. Қайрат пен Тобылдың ойыны ұнайды маған. Екеуінің кәдімгі шабуылдауы, Боруссия Дортмунд пен Лейпциг болып жатыр ғой екеуі кәдімгі. Қайрат ұнайды, бірақ Тобыл стабильный емес. Мынау ертең тоқтайды деп ойлаймын мен. Жылда солай Тобыл тоқтап қалады. Жоқ, барған сайын күшейе ме деді. Мына қарасаң, не деген гол, ойбай, кәдімгі күшті. Осы турдың үздік голы деп. Осы бір өкінішті жағдай мен үшін осы Тобыл командасы биыл Еврокубокта, яғни конференция лигасында ойнамағаны да. Ойнаса ғой осы Торпедо Кутаисидің 2 аяғын бір ретке тығып жіберетін. Соңғы турда Қайсардан жеңіліп бітшіт болды. Иә, сондай бір өздері. Ой, бірақ былтыр сол Алиюндарды мақтап жүргеніміз бойы 2 метр қайтейік. 5 бұрыштамадан 4 гол өткізіп алып, масқара болған жоқ па Еврокубокта? Ол сенде қарсылас кім болды? Пілзен ба, Базель ме? Ой, жоқ ай, былтыр кім болды? Бірінші турдан шығып кететін ба? Жилина ма? Жоқ ай. Жилина ма еді? Оның алдыңғы жыл. Женес па? Жилина біреу ойнаған.
бір Словакияның командасы болу керек, по-моему. Жоқ, бір жағынан бар ғой, Ермаш, негізі Еврокубокта тобылын ойнамағанда жақсы. Бүкіл күшті осы жерге сап, осы состав ЛЧ-ға шықса. Турнирлік кестеге қарасақ, негізі теориялық тұрғыда қазір тобыл бірінші орынға шығып кетіп тұр негізі, былайда былайша. Бірақ мына жігіт кетіп екі қалса ойын кем ғой. Мына жігіт кетпеу керек енді, Ислам. Кетпесең тағы болмайды. Кетпесең тағы болмайды. Білмеймін енді, Ахмет бар, Наурызбек Жагоров бар, шабуылы күшті жалпы. Сигневичті кеше баспен керемет соққылар жасады негізі. Оқжетпес соңғы минуттарда міне негізі момент болды негізі. Қараңыздар қандай. Өзі тепті, тек бірінші тепкен соққысы қақпа маңдайшасына, келесісі дұрыс аяққа қонбады. Ол Ружом Берок командасы. Офсайд жоқ қой ішіміз жерде. Секунд қой онда ана жерде аяқты қойып үлгермейсің де тарс-тарс ете қалды. Қасқаға Маңдайша. Сондай енді тобылдың жеңісі болжанған, енді шамамен жеңу керек болған, бірақ оңай жеңген жоқ. Қиналып барып жеңді. Әйтеуір үш ұпайы бар. Келесі матчқа кеттік. Оқжетпестің жиналысы не болды? Естімедіңіздер ме? Көрдім ғой видеосын. Мен шақырған, барған жоқпын. Басты сұрақ Ферапонтов неге кетті дейді. Ол өзім шаршадым деп кетті дейді. Енді ешкім сенген жоқ оған. Отбасылық жағдай деп. Иә, отбасылық жағдай деді. Анау болды. Сонымен Мұрат Тілешевке шабуылдаған әбден. В общем, зорға құтылып кетіпті ғой тұр. Жеңіс пен Жетісу арасындағы матч Павлодар қаласында өтті. Себебі Астанада Астана Арена концерт өткізуге байланысты. Астана Арена концерт залында футбол ойнауға болмайды жалпы десе. Филармония болып жатыр. Андай жаңалықтар жазамыз ба? Астана концерт залы футбол үшін жабылайын деп жатыр деп па? Уақытша. Осы сенбіде жеңіс ойнайтындықтан ешқандай концерт өтпейді деп. Сөйтіп Мәлік Хасенов наразы болып, өзінің жалғыз концерт залымыз бар деп. 3-1 есебімен ойын аяқталды. Жеңіс деген өте жақсы ритмға кіріп алды ғой. Жинап алды, форма жинап алды, кәдімгідей жақсы ойнап жатыр. Картина нашарлау болды, күн шағылысып кішкене. Кеше қараған кезде жақсы сияқты еді, мынау шағылысып тұр. Енді мына жерде Адилио, Әділбектер, Әділдер жақсы ойнады бұл командада. 3 Әділ бар, білесіздер. Солар бастап гол ұрды. Мына жерде Адилио дұрыс ойнамады негізі, топқа жете алмай, ебедейсіз, нашар бір ілініп салынып жүреді де матчтың басында бір момент болған кезде сылқ еткізеді. Сол мынандай бір керемет комбинацияға араласты. Тамаша пас, Әділ гол соқты. Аслан Әділ ғой ме? Иә, Аслан Әділ ғой. Тамаша ұрды. Одан кейін Адилионың өзі де ұрды. Одан пенальти болды, Дінмұхамед Қараман соқты. Жоқ, Адил ұрмады, Ардақ Сәулет қой ұрған. Ардақ Сәулет. Сосын жаңа анау удаление болды ғой, Жан Мартиншті удаление жіберді, Бағдат Абдулла. Действительно удаление болды. Бір айтайын дегенім, өткенде Ұлытаудың матчына бардыңыз ғой сізді, мен де бардым сол кезде, Жеңіспен ойнаған кезде. Маған мына Жеңістің тренері ұнады. Сол басты себепті ойлаймын, украиналық Демченко. Бір тыным таппайды екен. Алаң жегінде тұрып ап, каждыйына кәдімгі ұрысып сөйлейді. Ұрысып, айғайлап. Бұрын Акис Вавалис болған кезде ол ағылшынша айқайлайтын ғой. Мынакі орыс тілде. Европалық қой енді. Мынау оятып тұрады да, бізге командаларға осындай бапкер керек. Бізге Милич Чурчич ұнайды. Чурчич та мықты бапкер. Ол да бір орында тұрмайды. Кәдімгі оятып отырады да, сәт сайын, секунд сайын оятып отырады. Мына кімді Жеңістің бапкерді тура сондай екен. Милич Чурчич жалпы Ақтөбе командасы бас бапкерін ауыстырғанын күтіп жүр дейді ғой әлі күнге шейін. Трент Александрдың бұрыштамасын күтіп жатыр дейді ғой Барселона, сол сияқты. Левчукты ма? Иә, сол кетеді, содан кейін Чурчич сояққа ауысып кетуі әлі де ықтимал негізі. Өйткені ең бірінші болып хабарласқан солар еді ғой. Бағдат Абдуллаев төрешімін. Мысалы осылай болу керек негізі. Қолға тиді деп былай қарап тұрсам, мына енді пенальти екені көрініп тұр да. Қолға тиді, иә, Қараман тепкен кезде. Асылып турникке тартылайын деп. Сонда да вар шақырып алып, көз жеткізгізіп, былай кейін барып қана пенальти беріледі. Бұл ойында енді талқылайтын ештеңесі жоқ. Жеңістің жеңетіні белгілі болып қойды ғой енді жалпы. Бірақ нәрсе ұнады. Жетісудың игрогын гол әдемі гол болды, кәдімгідей 9-дыққа бағанағы Кишидің голы ойнамай қалады мына жерде. Қойшы Жетісудың гол. Жансұлтан Мұхамедханов. Жас бала екен, 9-дық. 19-да. Қара. 19-да болса, жас қой біз үшін. Патаң! Жыл комментатор. Дубляжға кетпейсің ба? Тұмарды тегін алмаған. Мощный гол ғой? Қалай дедің? Патаң! Темірдің дауысы. Темірдің дауысы естілді ғой жерде, масқара. Күшті гол болды, молодец. Сөйтіп, Жеңіс 3-1 есебімен жеңіске жетті. Турдың басты ойыны негізі Шымкент қаласында өтті. Ордабасы
және Астана арасындағы ойын. Бекс, қалай Ордабасы 10 футболшымен Астананы жеңіп кетіп отыр? Сонымен қоса, не только 10 футболшымен, қосалқы құрам 10 футболшымен, құрамына қараймыз да. Шаршап келді де еще. Бірнеше ойыншылар ғана бар. Былай Еврокубоктен негізгі құрамдан шығып, бұл ойында да шыққан. Сөйлесін да үндемесеш. Ас беріп жатырмын ғой, шаршап келді деп. Шаршап келгендер не скамейкада отырды ғой. Демалды ғой. Иә, демалды. Сонда да былай ойын бойынша да Астана мықты болды деп айта алмаймын, міне. Бұл жерде енді жаңа 4 адам ғой ауысқаны сондағысы, жаңағы вратарь, сосын жаңағы Султаниязов, Халматов, Зикрулла. Красный аған. 3 Надзе, Эвертон. Малый. Кім еді? Жаңадан шыққан балаларды айтып отырмын. Жастар шықты ғой, 3 бала шықты ғой. Сол жігіттермен. Иә. Бұл жерде мәселе қайдан басталды енді, негізі. Астананың состав сұрапыл болды қайта. Көрдіңіздер ме ойынды? Көрдім. Көрмей қалдым. Астана новичок қалай екен? Ол кейін шықты ол Самай деген. Основада шықты. Жоқ, негізгі құрамда шықты. Да? Дритон. Черногориялық. Бәсе ары бері бір мужик жүрген. Кәдімгідей көрдім, ол кейінен шыққан шығар дедім. Ана басқа бір легионермен шатастырдым онда мен. Шатастырған жарсы, басына шықты. Самай деген, е. Бұл жақта Марочки мен Варговский. Бұл жерде мына матчты жүргізген комментатор ұнады маған негізі. Орысша жүргізген комментатор. Хоккей жүргізсін деп талап етейік. Мен жалпы сол комментатор баяғыдан ұнайтын маған. Салмақты жігіт қой, серьезный жігіт. Мынау енді Ордабасы командасының шабуылшысы Эвертон өте күшті негізі жалпы да. Күшті ойнайды, маған ұнайды соның ойыны. Антич деген де күшті екен сосын. Алыстан жойқын соққылар бағыттайды, өте тынымсыз, шабуылға барады, қайтып келеді, қорғаныста жүреді. Мынау Михай деген жігіт те жалпы мықты екен. Зикрулла Султаниязов сары қағаз алып атты. Болат Сариев матчтың төрешісі болды. Болат Сариев тағайындалған кезде Астана жеңеді ғой деп 100% ойлаған еді. Көптеген адамдар бір адамды алаңнан қуды әйтеуір, бірақ Астана өзі берілген мүмкіндіктерін сала алмады. Григорий Константинұлы Бабаян осы матчтан кейін қызметінен кетуі тиіс деп ойлаймын өз басым. Мәссаған. Астана командасы Қызылжар мен ұпай жоғалтты өз алаңында, Ордабасымен ұтылып қалып отыр. Ол қалай чемпион болады? Қалай ертең Еврокубокты, енді мақұл Еврокубокты тәжірибесі бар, бір-бірі қылар. Зимбруды ұтады ғой енді. Оған тым ерте сияқты, бірақ чемпионатты чемпион болмайды ғой мынандай ойынмен деймін Астана. Негізі чемпион болу қиын бұндай ойынмен, бірақ Ордабасыға енді қатты принципиальный ойын болды. Өйткені анау матчты ауыстыр деп сұрады Астанадан, бірақ енді Астана бізге сол Еврокубокке ойынға бізге тәжірибе керек. Біз 12 күн бойы футболсыз, матчсыз, циклымыз бұзылып қалады деп әйтеуір бүйтіп. Бірақ Астананікі дұрыс қой негізі. Дұрыс қой, бірақ кезінде Астана өзі де талай мәрте матч ауыстырғанын білеміз. Иә, кезінде сұрап алды. Матч ауыстыру деген қою керек қой. Енді келесі жол жай ғана Еврокубокқа бір апта ортасында жүресің ба? 3 күн сайын матч өткізу норм. Сен Еврокубокқа шықтың ба, соған дайын болуың керек. Бізге норм болмайды ғой, істей берсінші, көбірек дайындалсыншы. Кезінде Астана соны талай рет ауыстырған. Енді қазір өз келіссе болды ғой енді оған. Ешкім ештеңе қою керек. Бірақ Ордабасы үшін маңызды өз алаңында өтіп жатыр. Сонымен қоса сол жайттан кейін міне жеңіске жетіп отыр. Ауыстырмайсыңдар ма? Мақұл деп міне жеңе салды. Ауыстыра салу керек еді деп отыр енді. Иә, кейінірек ойнағанда мықты. Енді бұл жеңістің арқасында енді қазір психологический подъем енді өте мықты болып тұр. Ордабасыда ол сөзсіз ертең Торпедоға қарсы ойын, Торпедоға қарсы ойынға Ордабасы үшін бұл үлкен плюс болып тұр. Керісінше қазір Ордабасыға мына ойынның болғаны жақсы болып тұр. Пайдасын тигізіп жүр. Эмоция жағынан. Мына Эвертон голын сұмдық. Бір клуб. Әмірдің пасы сөйтіп, осылай гол соғып кетті. 10 ойыншымен жүріп. Осы Қайрат бет Ақтөбеге қарсы. Иә. Сол кезде 10 ойыншымен жүріп жеңген еді. 2-1 жеңіп кетті. Тура соған ұқсас жағдай. Қазақ футболы үшін демек Ордабасын жеңгені жақсы болды, себебі сол Торпедоға қарсы матчта Ордабасы көтеріңкі көңіл күйде жеңіске жетеді деп сенеміз. Сіз Ордабасы жеңетін шығар енді ереке сонда да? Әлбетте жеңеді, келесі айналымға өтеді. Бір доп айырмасы деген не ол? Ешқандай да қиындығы жоқ. Бекхан Шайзада бар, пенальтиден тосып шығарады бір бөле болып жатса, сөйтіп осыны өту керек. Торпедо Кутаисиді оп-оңай өтуге болады. Ана бірінші матчта мен көрген кезде ойбай, мына Ордабасы шайнайды ғой мынаны деп сразу айтқам.
өзі ана қорғанысы жіберіп атты, шабуыл салып атты. Менде бір идея бар негізі. Ордабасыға осы Еврокубок екенін айтпай ақ қою керек. Мынау КПЛ, Әшей матч. Торпедо, Беловод дей салу керек. Торпедо, Теміртау деп па бір. Темірлан емес па? Темірлан ба? Темірлан жер бар. Мақұл, торпедо, Темірлан, торпедо Зил. Мақұл. Көп қалсын бар еді. Сәл олжас болмай тұр, ерексен. Сонымен қызық жағдайлар болды. Сонда да Астана бірінші орында келе жатқан команда 17 ойында. Қайрат ойнайды ғой еще 37 ұпай бар. Чемпиондар лигасында. Иә, Ол кеш бүгін ойнайды. төрешілерді көрдім, италиялық төрешілер жіберіпті. Мен қатты қорқып отырмын қазір. Осы видео сол матчқа дейін шығады ғой әйтеуір. Ол УЕФА төрешілік ету комитетінің басшысы Коллина мырза. Ол италиялық, оның орынбасары Роберто Розетти, ол да италиялық. Және Славия, Олимпия, Любляна, Қайрат матчына италиялық төрешілер жіберіп жатыр. Жіберіп жатыр. Өте қатты қорқыныш бар менде. Біреуді удалить етеді ау. Болмаса бір пенальти береді ау. Қайратты құртады ау осы жерден деп отырмын. Құдай сақтасын енді. Енді әрине, болеть етеміз, Қайрат үшін көреміз. Бірінші команданы жеңу маңызды ғой біз бұл жерде. Жеңсе болды, ары қарай жол ашылайын деп тұр Қайраттың. Өтіп кетсін деп тілейміз енді. Жалпы 4 команда. Бірақ предупреждать етпеді демеңдер. Осы сөзім. Байқаңдар анау итальянец төрешіні. Енді қараңыздар. Одан кейін тағы бір командамыз бар. Конференция лигасында Ақтөбе Легия. Вот мына Легияның өз алаңындағы ойынын көрдім Европа лигасында. Ақтөбе жіптер мықты ойнады. Мен үйтіп Ақтөбе ойнайды деп ойламадым бір расын айтқанда. Жалпы негізі 3 команданың үшеуі де бұйырса өтейін деп тұр былай. Мүмкіндік бар. Өтсе тамаша болар еді. 4 көзіміз түгел ең мықты қарсылас бұл жерде Легия болып тұр ғой енді. Ол Польшаның суперкубогын жеңіпті де өткенде осы 3 күн бұрын. Кубогы ма? Суперкубогы. Соны жеңген әйтеуір ойнаған бір 2-де 1 ұтыпты. Сол кішкене шаршаңқырақ келсе, Ақтөбеде Қобыланды Батырда енді жанкүйерлер толығымен қолдаса, бір Жайро Жан мен Оралхан Өміртаев, Шушинашевтар ойнап өткендегідей сары қағазы жоқ қой енді ойнайды ғой. Сөйтіп ойнап гол ұрып шығып кетсе екен деп отырмын. Сол Ақтөбеге қатты жанкүйерлік етуіміз керек. Шығып кетсе екен дейміз ғой. Бірақ Ордабасы да Ақтөбе де шықпайды негізі. Дайын емес. Жоқ, мынаны қараңызшы, дайын болу үшін да. Видеомен звондашы ол жасқа. Мынаға қой дейтін адам қарсыласыз өтірік болсын. Сен шығады екен. Шығу үшін қалай шықпайды? Сенде нормальный состав болу керек. Ертерек 3 күн қалғанда дайындаласың, ол қалай шығасың 3 күн? Торпедо куда изиң, ертең Ордабасыда фестиваль жасайды деп ойлаймын. Легия да солай. Бірінші ойында ойнай алмады, екінші ойын ертең. Просто мен болеть етемін, бірақ дайын емеспіз біз. Жоқ, оны біз де біліп тұрық. Оңай емес қой енді Еврокубокты оңай команда жоқ. Ол әрқайсысы өзінің чемпионатында 3-ші, 2-ші орын алып жүрген командалар ғой. Ол оңай емес. Бірақ енді футболшылар тыңдайды ғой бізді. Ордабасының ойыншылары көреді біздің мына подкастты. Әр подкасттан кейін маған хат хабар жазып отырды. Ой, Қызылжардың ойыншылары хат хабар жазып отыр өткенде стадионда. Подкасттарыңыз бәрін үзбей көріп отырмыз, күшті айтып жатырсыздар. Футболды осылай дамытамыз, сіздер айта беріңіздер осылай деп маған SMS жазып тұрады. Мен де аспаннан құрастырып алып айтады дейсің бе осы әңгімелерді? Дерек көзге сүйенемін деңізші. Айтқан әңгімелер. Бірақ енді олар бейресми анонимді түрде бүйтіп жазады ғой енді маған. Көрдіңіз бе? Flowers деген парақшаларда. Рас қой мұны? Жоқ, мысалы, Ереке, қараңызшы. Төртеуміз бір командада ойнаймыз да? Еврокубокке дайындалады. F4 деген команда. F4 деген команда. Сен кусың. Сосын мен айтамын, сен маған пас бересің, сосын мен саған пас беремін, сен гол соғасың деп айтамыз. Сосын бізге келеді да, Абылай келеді да, қасымызға біреуді отырғызып қояды да, жағаласады ол жаңа. Мен дұрайын, мен дәгірейін. Содан арамыз бұзылады. Олжасты айтып отырсың ба? Жоқ, жаңағыдай 3 күн қалғанда легионер әкеледі ғой командалар. Соны айтып отырмын. Легионер әкеледі, содан бұзылады ғой команда. Сол командада ойын болмайды деп жатырмын да мен жалпы мына Еврокубокты. Енді әдемі нені бұзып жібереді солай. Торпедо Кутаисиді өте алмасақ мысалы. Неге қатысып отырмыз? Сен кімсің Торпедо Кутаисиді өте алмасам деп айтады мысалы. Бірдей ғой деңгей. Кімдікі жоғары? Торпедо Кутаиси деген қай жағынан Кварацхелия сияқты футболшы бар ма? Торпедо Кутаисида бар ма? Грузияда ғой енді. Енді ол жерде Грузияның футболшыларының барлығы легионер емес па? Чемпионат деген өлген ғой Грузияда. Вы почти полулюбительский чемпионат. Сен Астана командасына топ деп кімді алдың? Камараны алдың ғой. Соны қайықтан алдың? Динамо Тбилисиден. Енді дейсің. Динамо Тбилиси. Сен солардан легионер болсын ғой, топ команда бірінші номер Астанаң. Динамо Тбилиси бірақ Астана ұтып кетті. Жалпы сіз тарихқа қарап
тарихқа қарай отырсыз, бірақ біз мынау кешегі ойын, бүгінгі ойынға қарап, мынау командалардың ойын көресің ғой, деңгейлерін, сол деңгейге қарап біз Ордабасы өтеді деп бір отырмыз. ойынмен бағалау қиын. Торпедо Кутаисиден өте алмаса, кімді өтесің онда сен Еврокубокта? Анау не деген команда? Фарер, Лихтенштейн клубтарын, Линкольн дегендерді өтесің. Ашу керек қойшы. Линкольнға атша алмайсың, өйткені Сейін дейсің ғой. Иә. Жоқ, негізі мысалы РФШ деген командаларың групповойда ойнап жатыр ғой. Иә. Вот біз әлі группаға, Ақтөбе өмірінде группаға шықпаған, 14-ші сезон ойнап жатыр Еврокубокта. Бір рет группаға шықпаған. Иә. Не дейсің? Маған не деп жатсың? Жоқ, мен просто салыстырып жатырмын, Грузиямен салыстырып жатырсың ғой. Грузия чемпионаты Қазақстан чемпионатынан әлде қайда нашар. Жоқ, нашар болса да, мына Еврокубок келген кезде олардың дайындығы. Жоқ, енді мысалы сен Ордабасысың, иә? Ордабасы деген клубпын. Еврокубокқа қатысып жатырмын. Бай алдында мақсат тұр. Мен Ордабасымын деп. Сонда кіммен ойнайсың сен өту үшін соны? Мальтаның командасы күтіп отырасың ба? Құдай бізге күтесің. Сен Петрокубты өте алмасаң енді сен жаңағындай Тюменнен легионер әкеліп отырсың. Сен ше басқа клубтарға не кетіп қалып отырсың? Енді бір чемпионат қой сол ғой, команда деңгейді солар жасайды ғой енді. Білмеймін енді, Ордабасы өту керек деп ойлаймын. Өтеді Ордабасы. Обещание орындай ма? Міндетті түрде. Олжас сияқты ойнамай кетпесін. Жоқ, маған нақа бере салам, мен саған қарыз екенмін. Ақша көп сияқты ғой. Қарыз екенмін ғой мен. Кез келген әлі сома. сандығым тұр ғой. Сонымен қоса мынау бір доп айырмаспен жеңілген ғой Ордабасы. Кеттік. Кімнен жеңілген? Сен Ордабасы өтеді деп тұрсың ба? Иә, Ордабасы барамыз. Мен Торпедо Кутаис өтеді деп тұрмын ба? Иә. Бәстесе берейін ба? Біртүрлі бәстесем Ордабасыға. Мен үшін. Жоқ, мен бәстесем бар ғой. Бәстесем Ордабасыға балет етпей қалмайын ба? Иә, ол жаман бәстеспей қойшы. Сондай болып қалады. Қазақстандық клуб. Әйтсе ақша пішен. Арастық баспай ма? Мынау періште алтын көрсе жолын таяқтың бір дұрыс емес сөз бар ғой. Сонымен ана сенің қазір 50 мың теңгеңді ойлаймын да, Торпедодан жилесін сатып аламын, сол балет етіп отырамын, не болады? Иә, ол дұрыс. Еще матчты жүргізіп қалсам, мысалы, оған қоса мынау көкірегімде тұрған. Иә, дұрыс айтасың, Пио. Қазақтың туы. Пио? Роман Мұртазаев 300-ші матчын өткізіпті осы турда. Кім ше? Молдақараев ше? КПЛ-де. Ол да 300-ші матч өткізді ғой, да? Білмеймін, оны көрмедім. Со жазып қойыпты Роман Мұртазаев деп. Болсын онда. Бүгін сосын Марочкиннің туған күні ма? Иә. Алмат Бекбаевтың да туған күні. О, әлеке! Тұрар Рысқұлов ауылы, Түлкібас, құтты болсын. Сен жерлесің ба? Жерлесің ба? Қызылордадан еді ғой. Иә, бірақ біздің ауылда оқыған мектепте, Абай мектебінде. Онда осымен біздің видеомызды аяқтаймыз. Фон Тим арнасына міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Қызықтың бәрі алда. Ерсіннің интервьюін талқылап әлі бір сөйлеспейміз ол жағынан. Ол да бар деген сияқты. Сондықтан біздің арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Қазақ футболы жайлы әңгімеміз таусылмасын. Ермұхамед Мәулен. Рахмет. Көп рахмет. Бексұлтан Кеулин қос арнайы келді Алматтан. Саған да көп рахмет. Жалғыз келмедім осы жолы. Жолда әңгіме айтып келдің. Жақсы. Ерсін Ерік және Әлімжан Асқар келесі кездескенше сау болыңыздар.